бір. Сәлем достар. Біз бүгін Қазақ газеттері жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және де республикалық балалар мен жасөспірімдерге арналған ұлан газетінде қонақтамыз. республикалық балалар мен жасөспірімдерге арналған ұлан газеті. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан тарихы терең, тағылымы мол басылым. 1930 жылы алғаш пионер деген атпен шығып, кейінірек Қазақстан пионері болып өзгертілген бұл газет талай жас дарынның тұсауын кесіп, олардың қанатын қатайтты. Қазақ балаларының сырласы мен досына айналған ұлан газеті жаңашылдыққа ұмтылған, елге жанашыр болуды, қоғамға игі іс жасауды мақсат еткен жастардың ой санасын ұштайтын қасиетті шаңырақ. Әр бетінде оқырманның жүрегіне жетерлік тағылымды дүниелер, өскелең ұрпаққа жол сілтер ақыл кеңестер толы. 94 жылдық тарихында қазақ тілінің айнасы болып, ұлттық құндылықтарымызды жас ұрпаққа жеткізіп келеді. Бұл Жадыра апай бәріміз тоқталмай жіберетін хаттарды қалт жібермей оқитын бас редактор. Жадыра апай әр мақаланың оқырманға пайдалы әрі қызықты болуына жіті назар аударады. Қазір біз ұланның кезекті санын дайындап отырмыз. Негізі балалар газетке материал жүрген кезде қандай қателер жібереді? Ең бірінші қатенің бірі деп айтайын, ол балалардың өзінің аты жөнін дұрыс жазбауы. Мысалы, балалар өзінің аты жөнін жазған кезде қазақта енді аты жөні деп айтылып тұр. Яғни Әмина Тұртақын, Әбдірахман Қайрат. Мектепте әдетте біз ПИО деп жазылғаннан кейін көп жағдайда біз сол мектептегі үлгі бойынша жаңағы атымызбен фамилиямызды шатыстырып жазып жібереміз да. Біздің қазіргі балалардың аты көбінде мысалы көне аттар қойылуы мүмкін, немесе олардың аталарының аттары бір жас адамның аты сияқты болып қалуы мүмкін да. Сол кезде біз қайсы фамилиясы, қайсы аты соны таппай қаламыз. Әсіресе бұл ұл балаларға қатысты. Енді қыз балалардың кішкене түсінесің ғой, ер адамның аты тұрса, демек фамилиясы осындай, ал аты осындай деп. Ал ұлдардікінде олай емес та, содан түсініспеуші болып қалады. Одан кейін қай мектепте, қай сыныпта оқитыны міндетті түрде астына жазу керек. Сосын қай облыс, қай аудан, қай ауыл екенін мақаланың соңында міндетті түрде көрсету керек. Ал мақаланың басында ең бірінші тақырып қоя алмасаң да, өзің әйтеуір бір тақырыптың болсын нобайын келтіріп тақырып қойып қою керек. Одан кейін барып азат жолынан келесі өзіңіздің айтайын деген ойыңызды, материалыңызды бастап кетесіз. Сосын қазіргі кезде тағы бір нәрсені ескерткім келеді. Қазір жасанды интеллектпен мақала дайындау, материал жазу деген өте жақсы дамып келе жатыр. Кей балалар мысалы плагиат екенін бірден біліп қоясың. Неге? Өйткені оның бір жерден көшіріп алғанында біз оңай тауып ала саламыз, немесе оның жасанды интеллектпен жазып отырған материал екенін де біліп қоямыз да. Бірақ барынша қандай материал болсын балалардың аты тұрғаннан кейін жаратуға тырысамыз. Сол үшін де бірінші кезекте материал жазған кезде өз оқиғаңды қосып жазсаң, ол қызығырақ шығар. Кез келген материалда өз оқиғаң, өзің сол процеске араласып жүрсең, ол материал өзіңнің өнімің болып қалады. Немесе кейбір материалда болады, қазақ тілі деп жазады, қазақ тілі туралы жазатын адамдар өте көп күңіреніп жазады. Оның астына Айнұрдың атын жаз, Гүлнұрдың атын жаз, Майгүлдің атын жаз. Ол автордың қолданбасы ерекшеленбейді. Сондықтан да әр адам өзі материал жазған кезде менің материалым басқаларға қызықты бола ма деген сұрақты бірінші өзіне қою керек та. Мен егер оқырман болсам осы материалды оқитын бе едім деген сұрақты әр бала өзіне қойып көрсе, онда ол материалға жақсы әртүрлі формаларды ойлап табады. Мысалы, мен тағы үнемі айтам балаларға мына нәрсені. Біз
бір жерге журналист ретінде ертең болашақта барамыз. Барған кезде сол конференцияға 30 журналист шақыруы мүмкін. 30 журналистің бәріне бір ақпарат беріледі. Бірақ сенің ақпараттың ерекшеленіп, тараланып, басқа адамдар оқитындай, қызығатындай етіп жазуың керек. Ал ол үшін әлбетте форма іздену керек. Ал форманы ойлап табу үшін не керек? Ол үшін сенің идеяң мықты болады. Ал идея болу үшін кітапты, газет, журналды көбірек оқу керек. Кей балалар болады, мысалы, газетке шығып жатқан тек өздерінің материалын ғана оқиды. Басқа біреулердің материалын оқу деген олардың ойларына кіріп шықпайды да. Басқа біреудің материалын оқысаң не болады? Басқа біреудің материалын оқысаң идея пайда болады. Менде мынандай тақырып бар екен ғой. Мен мына тақырыпты ертең былай дамытсам болады екен ғой деген секілді балада бір идеялар пайда болып, өзі бір жаңа қырынан іздене бастайды да. Ал егер де оқымайтын адам болса, ол жаңағы бір жаттан нәрсе болып қалады да. Тіпті қарапайым дүние, сен оқымай, ештеңе оқымай жаза берсең, тіс пастасында қолданған кезде мынандай ғой, үздіксіз бүйтіп ағыза берсең, ол таусылады да. Сол секілді сенің идеяңда, өзіңнің ішіндегі дүниелерде бір күн болмаса бір күн таусылады. Ал оны толтырып отыратын сол оқу. Сол үшін міндетті түрде балаларға әдеби шығармалар, көркем дүниелерді көбірек оқыңдар дегенді айтқымыз келеді. Одан кейін бізде жаңағы қолданылмайтын бір сөздер болады. Сол сөздерді балалар қайта айтады. Біз әдетте негізі жас ірші болған балаларға осы сөздерді қолданудан қашыңыздар деген секілді нұсқаулық береміз жас ірші болғаннан кейін. Топқа қосылғаннан кейін арнайы менде мәжітта бар, мына сөздерді қолданбаңыздар деген секілді. Мысалы, бағанада бір мектепке кездесуге бардық, балалар бізге сұрақ қойған кезде былай сұрақ қойды да: сіздердің жұмыс жасап келе жатқандарыңызға қанша уақыт болды деді. Біз ешқашан ол жұмыс жасадым деп сөйлемейді, қазақ тілінде олай қолданбайды да. Ол машина жасауы мүмкін, ол өндіріс саласында ол сөзді қолдануға болады. Ал сен күнделікті қолданған кезде жұмыс істеу деген сөз қолданған дұрыс. Сосын әр өңірдің де бір өзінің ерекшеліктері болады. Мысалы, бізде батыстан жазатын балалардың, мен бірден қолтаңбасынан біліп қоямын. Батыстан жазатын балалар, мысалы, жатырған деген сөзімен ақ бірден білдіріп қояды да. Қай өңірден жазып жатқан біліп қоямын, өйткені жатырған деген диалекті ол батыс өңірінде бар. Бірақ ол дұрыс емес, ол әдеби тіл нормасына сәйкес келмейді. Сол үшін ондай сөздерден аулақ болу керек. Жаңа калька аудармалар, болып табылады деген сөздерді мүмкіндігінше қолданбағандарыңыз дұрыс деген секілді. Немесе орын алды деген сөздерді жиі қолданудың қажеті жоқ. Осындай сөздерден, мысалы, үнемі, қазір есіме түскенін ғана айтып отырмын, қашқан дұрыс та. Сол үшін барынша жаңағы балалардың тілі әлеуметтік желідегі блогерлердің тіліне ұқсап кетпесе екен деймін. Себебі әлеуметтік желідегі блогерлердің тілінде әртүрлі сөздер айтыла береді да. Кез келген сөзді дұрыс қолданбаған. Бірінші кезекте қазақтың тілін сыйлайық, әрбір сөзін дұрыс қолданып үйренейік. Одан кейін тағы айтылатын мәселе, бізге хат жүрген кезде балалар материал жүрген кезде бір кейіпкер туралы жазып отырады. Ол кейіпкер танымал болмауы мүмкін, өзінің сыныптасы, немесе өзінің ауылдасы, немесе өзінің бір мектептесі болуы мүмкін. Оның суретін біз интернеттен іздеп табу бізге мүмкін емес. Себебі оны біз танымаймыз. Ол интернетте ол туралы дерек жоқ болуы мүмкін, бірақ балалар жібереді, ол баланың, ол кейіпкердің суретін мүлде жібермейді. Сол кезде біз қайтадан кері байланысқа шығамыз. Пәленше, осындай пәленше деген кейіпкердің суретін бізге қайтадан жіберіп берсең десең, суретті жіберіп тағыны оның атын да жазбайды, басқа да қылмайды. Ол аралықта қаншама екі ортаға хат түсіп келеді, біз сосын оның кімнен келгенін білмейміз. Жаңасын көп балалардың мәселесі жаңа аты жөнін жазбай жүру деп айтып жатырмыз ғой. Ол жерде де сондай аты жөніңізді, мектебіңізді, ауылыңызды, ауданыңызды, облысыңызды толық жазыңыз деп жазып жіберсең, ол бала 1-2 күннен кейін оқиды тағыны, оған тура сол өзінің аты жөнін жазып жібереді. Ол қай баланікі екенін біз таппай қаламыз ғой. Сондықтан да әркім өзі мақала жазған кезде бірінші тақырыбын қойып, одан кейін мақаласын жазу, соңында аты жөнін, қай мектептен, қай сыныптан, қай ауылдан, қай ауданнан, қай облыстан екенін міндетті түрде жазу керек. Осы мәселелер әзірге. Ал бұл Дария апай өнделген мақаланы алып, суреттерді қойып көркемдейді. Газеттің әр беті өзі үшін қызықты.
Ал осы әсем бейне Дария апайдың қолымен жасалатынын білдіңіз бе? Газеттің көркемдеуші дизайнері Дария Талапованың сөзінше, оқушылар мен ұстаздар мақала жіберген кезде суреттің сапасы мен оның жақсы түсірілгеніне баса назар аудару керек. Бұл Жазира апай, газеттің тілшісі. Бүгін ол нөмірдің кезекшісі болғандықтан, Дария апайдан кейін газетті оқып, мақаланың қатесін түзетеді. Кезекшіден кейін мақаланы Жадыра апай қайта оқиды. Сонымен қатар газеттің тілшілері де бар. Нұрлыхан Жұмахан, Олжас Павлик және Ділназ Шаймұратова. Бәріне сәлем, менің есімім Ділназ Шаймұратова. Мен Ұлан газетінің тілшісімін, 2021 жылғы жас тілшісімін. Қазір редакцияда жұмыс істеймін. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде 3-ші курс студентімін. Жалпы өзім туралы айтатын болсам осы. Бүгін сіздерге жас тілші куәлігін алу бойынша нұсқаулық кеңестер бергім келеді. Жалпы жас тілші куәлігі өздерің білетіндей белсенді, сапалы мақала жазған оқушыларға, тек оқушыларға берілетін куәлік. Оны біз 1-ші курс, 2-ші курс студенттерге бере алмаймыз, тек оқушыларға. Жыл бойы мақала жазған оқушылар редакция көзіне көрінеді. Соның нәтижесінде біз әр жылдың соңында, яғни желтоқсан айында кім жас тілші куәлігін алуға лайықты екенін анықтап, содан кейін келесі жылдың басында сол куәлікті табыстаймыз. Ең алдымен жас тілші куәлігін алу үшін газетке жазылу керек. Себебі әр адам өзінің мақаласын газетке шыққанын, не шықпағанын осы газеттің бетінен ғана көре алады. Біз оқушыларға сенің мақалаң шығады, немесе шықпайтын жауап бермейміз, өздерің де білесіңдер, сендерге жауап бермейтін едік. Мысалы ретінде мен Амина мен Абдрахманды айта аламын. Олар бізге өте көп мақала жазады. Газеттің әр санында аз дегенде бір мақалалар шығып тұрады. Олар Ұланның жүйесін, жас тілші куәлігі туралы барлық ақпаратты білгендіктен, біздің Инстаграм парақшамыздағы дүниелерді оқып шыққандықтан, олар қазір біздің ең белсенді авторлардың бірі деп айта аламын. Ең алдымен, әрине газетке жазғаннан кейін мақала жазып бастау керек. Мақала жазып бастау әрине біреу үшін қиын болуы мүмкін, бірақ та сендерге беретін кеңесім жаттанды тақырыпта мақала жазбаңдар. Ең оңай тақырып өздерінің бастарынан өткен кез келген оқиғаны мақала ретінде газетке жіберсеңдер болады. Себебі ондай оқиғаларда адамның ойы, эмоциясы бар дегендей, ол әрқашан оқырмандарға қызық болады. Мысалы, Амина мен Абдрахман әрқашан өздерінің қатысқан жобалары туралы, барған кездесулер туралы жазып отырады. Соның нәтижесінде олар мақалалар біздің газетте шығып жүр. Ал егерде біз мысалы мен таңдаған мамандық журналистика немесе мен туған жерім Қазақстан деген сияқты нелер жазсаңыздар, ол шатан тақырып болып кеткен. Оны өздеріңіз де білесіздер. Сондықтан сіздерге беретін кеңесім қызықты, оқушыларға өтімді тақырыптар жазсаңыздар, әрине газетте мақалаларыңыз шығады. Ал шыққанын газетке жазылу арқылы ғана біле аласыздар. Тағы да қайталап өтемін. Біздің Инстаграм парақшамыз, Фейсбук парақшамыз бар. Сонымен қатар WhatsAppта Ұлан Хаус деп аталатын өте көп адамнан, автордан тұратын тобымызда бар. Біздің әлеуметтік желілерде парақшаларды қарап жүрсеңіздер, көп дүниені білесіздер. Ол парақшалар мен, сіздер жас тілші болмай тұрып ашылған еді. Сол кезден бергі суреттер, видеолар барлығы бар. Өздеріңізге қызық сауалдың барлығын парақшадан, WhatsApp'тан біле аласыздар, және әрине бір-бірлеріңізбен араласып, тіл табысып алыңыздар. Қазір өйткені болашақта бір бағыт таңдағандықтан, бір топта оқуларыңыз, бір университетте оқуларыңыз мүмкін, бір салада жүресіздер. Сондықтан Ұлан бізде рухани әулет деп бекер айтпайды. Осы көріп отырған жас көрермендерді, оқырмандарды Ұлан газетіне жазуға, Ұлан газетінің жас тілшісі болуға, Ұлан газетінің белсенді авторы болуға, жанашыры болуға шақырамыз. Өйткені бұл газет 95 жылдық тарихы бар газет. Бұл өздеріңіздің төл басылымдарыңыз, әр ұлттың өзінің бір құндылығы болады. Былай қарасаңыздар, Ұлан, Ақжеркен, Балдырған деген бұл қазақ ұлтының идеологиялық құралы, бұл қазақ ұлтының бір құндылығы болып қалу керек та. Өйткені біз өзіміздің төл басылымымызды өзіміз қадірлемесек, өзіміздің төл басылымымызға жазылмасақ, онда
біз ертең тұлға болып қалыптасуымызда, бір құндылығымыздың болуы да неғайбыл, кейін болашақта менің осындай бір құндылығым бар еді деп айтып жүргенде құндылық болмай қалуы да мүмкін да. Сондықтан да барынша осы ұланның патриоты болуға баршаңызды шақырамыз. Біздің өзі ұланның жасөспірімдерінің арасында жазылмаған заңдылық, жазылмаған дәстүр бар. Ол рухани әулет деп айтамыз өз арамызда. Сол рухани әулеттің мүшесі болуға әрбіріңіздің хақыңыз бар. Әрбіріңіз ол әулетке мүше бола аласыздар. Ол үшін тек қана ұланға жазасыздар, жазыласыздар, насихаттап жүресіздер, бір-бірлеріңіздің жетістігіңізге қуанып, шынайы дос бола біліңіздер. Соны ғана айтамыз. Бізге тек қана мен мысалы газетке жазып болды деген нәрсені мен өзім ойынша қабылдамаймын. Одан кейін ұланға жазып жүрген балалар бір-бірімен өте жақсы дос болып кетсе екен. Менің тілеуім сол да, араларында өте жақсы қарым-қатынас, күшті дос болса екен деймін. Себебі осы уақытқа дейін мен осы балалар басылымында істеп жатқаныма 16 жыл болады екен. Осы 16 жылда мен бүкіл балалардың керемет дос болып кеткенін көрдім да. Сол дәстүр үзілмесе екен деген. Сондықтан да рухани әулеттің мүшесі болыңыздар. Рухани әулеттің мүшесі болуға барлығыңызды шақырамыз. Ұлан жаңа заманның жас ұрпағын ұлттық рухта тәрбиелеп, білімге, ізгілікке, бірлікке үндейтін ызғымас мұра. Әбдірахманның материал түрін алдағы неге деп бітірмек болып қойған жоқ. Осымен біздің ұлан редакциясына жасаған сапарымыз, жалпы түсірген шығарылымымыз өз мәресіне жетті. Құрметті достар, оқырмандар, ұланға жазылып және мақала жариялап жүруді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.